Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді болып шығатын осындай шашпа палаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Әр адам өзінің дайындау үлгісі бар. Бұл менің дайындау үлгім. Бірге дайындайық. Және менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет болатын заттар: ет, қазы, пияз және сәбіз. Қалауларыңыз бойынша қазыны қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Ең алдымен пиязды барлығын турап шығамыз. Және сәбізді де молырақ қосқан дұрыс. Сонда палауымыз әдемі, дәмді болып шығады. Сәбізді де барлығын турап аламыз, алдын ала дайындап. Енді палауды жасауға кірісеміз. Қызып тұрған қазанға майды құямыз. Оттың астын қатты қойып, етті, қазыны барлығын салып, екі бетін қызартып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырылған еттің үстіне пиязды саламыз және барлығын жақсылап пиязды қызартып қуырамыз. Палаудың сәнін сәбіз келтіреді, сондықтан сәбізді молырақ қоссаңыздар әдемі болып шығады. Сәбізді қосып, барлығын жақсылап тағы да араластырып аламыз. Сәбіз жақсылап қуырылып, көлемі кішірейгеннен соң үстіне суды құйып, барлығы бетін жауып тұрғанша суды құямыз. Бетін жауып, бір қайнағаннан соң оның үстіне мен осындай палауға қосатын мейізді қостым. Дәміне қарай тұзды және осындай дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, баяу отта қайнатамыз. Оған дейін біз күрішімізді дайындап аламыз. Мен мөлшерім барлығын астында жазып қалдырдым. Күрішті негізінен ыстық суға жусаңыздар езілмей әдемі болып піседі. Біздің етіміз дайын болғанша осы күрішті жуып ыстық суға қойып қоямыз. Ет 1,5-2 сағаттың көлемінде қайнаған соң үстіне күрішімізді саламыз. Газдың астын қатты қоямыз. Күріштің барлығы суға бататындай етіп жайып шығамыз. Және астын қатты қойып, бетін жауып қалдырамыз. Суы кішкене тартылғаннан соң барлығын ортаға қарай жинап, палауды демдейміз. Барлығын ортаға жинап болғаннан соң осындай қасықты алып, әр жерінен осылай тесік қалдырамыз. Өйткені арасындағы күріштерімізде жақсы пісу керек. Және ең соңғы осылай бетіне пакет жауамыз. Сонда жақсы демделіп күрішіміз піседі. Бетін жауып 30-40 минутқа қоямыз. Міне біздің палау дайын болды. Қалауларыңыз бойынша жұмыртқаны пісіріп осылай қойсаңыздар болады. Мен ұсынған рецептпен жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.